Сәлем достар, жаңа жылыңмен, жаңа жылыңызбен, жаңа жылдарыңызбен. Дәл осы тіркестерді біз қате қолданып жүрміз. Яғни орыс тілінен алынған «С Новым годом» деген тіркестің тікелей көшірмесі. Ал бүгінгі шығарылым дәл осындай қате қолданыстардың дұрыс қолданылмай жүруіне арналады. Сіздермен бірге мен Мөлдір Бақытқызы және тіл білімінің ғалымы, академик, сөз сүйер қателер сөздігінің авторы Шерубай Құрманбайлы. Аға, бүгінгі студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қазіргі таңда мінекей сөз түзер қателер сөздігі еңбегі жарыққа шықты. Ішкі мазмұнымен толық танысып шықтық. Бірнеше біз білмейтін қателер енген. Осы жөнінде жиі кездесетін, жиі қолданыста бар қателер жөнінде. Қандай қателер енді? Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының тілінде жиі кездесетін қателер алынды. Олардың қатарына ең алдымен мәселен сөз мағынасын ажыратпау, сөз мағынасының реңктерін ажырата алмау, мәселен синонимдерді орнымен қолданбаса, онда сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетеді. Сол сияқты мына сөздердің орын тәртібінің бұзылуы, немесе орыс тіліндегі сөздер мен сөз тіркестерін калька түрінде, калька болғанда сәтсіз калька жасап, аудару, тікелей көшіру арқылы аудару барысында туындайтын қателер. Сол сияқты мына емлелік қателер, тыныс белгілерінің қателері жиі кездесетін. Сонымен қатар қосымшалардың дұрыс жалғанбай, артық жалғануы немесе олардың мына қысқарған сөздерге дұрыс қосылмауына байланысты қателер жиі кездеседі. Осындай типтегі қателер алынды. Бұл сөздіктің бір ерекшелігі жалпы ең алдымен реестр сөз ретінде бұрын сөздіктерде тек қана атау сөздер, жеке тұлғалы сөздер алынып жүрсе, бұл сөздікте сөз тіркестері менен жекелеген сөйлемдерді алынды. Өйткені сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің ауысып кетуі, сөйлемнің дұрыс құрылмауы, сөйлемнің орыс тіліндегі сөйлем құрылысына, соның қалыбына салынып қалыптасуының қателерін көрсету үшін осындай әдіске бардық. Жекелеген сөйлемдердің берілуінің себебі сол. Ал негізінен енді әрине басым бөлігін жекелеген сөздер мен сөз тіркестерінің қате қолданыстар құрайды. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы қателер ғой негізінен. Иә, негізінен бақ тіліндегі қателер алынды. Қандай бақтан алдыңыздар? Бұл енді негізінен бұл алынған тілдік деректер республикалық бұқаралық ақпарат құралдарынан алды. Мәселен, республикаға тарайтын газет журналдардан, республиканың ең негізгі басты телеарналары мен радиоларын алды. Аудандық, облыстық газеттер қамтылған жоқ. Барлығы 55 бұқаралық ақпарат құралы. Осы тілі материалдар осы 55 бұқаралық ақпарат құралдарынан жиналды. Оның ішінде жаңа порталдар мен сайттар да бар. Жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз, орыс тілінен тікелей аударма, көшірме деп. Ал енді осының негізгі орыс тілінен еніп жатқан сөздерді айтасыз ба? Негізгі көшірілер, мысалы ақша жасау. Біз ақша табатынбыз, дұрыс айтасыз. Делать деньги. Бұндай мысалдар өте көп. Жаңа сіз айтып отырғандай, біздің осы жинаған материалдарды сараптан өткізіп, оларды екшеп отырғанда байқағанымыз, ең жиі кездесетін қатенің бірі, бұл орыс тіліндегі сөздер мен сөз тіркестер тікелей калькалап аудару барысында туындайтын қателер. Өйткені біздің қоғамда екі тілдің қатар өмір сүруі көп жағдайда әсіресе заң, іс қағаздарын жүргізу саласында, ғылым, білім саласында орыс тілінің басым қолдануының салдарынан соны тікелей аудару барысында осындай калька тіркестер, калька сөздер көп туындап жатады. Осы қателер ең жиі кездесетін және сөздіктегі осы қателердің басым бөлігін құрайтында осындай қателер. Мысалы үшін жаңа сіз ақша жасау дегенді айттыңыз. Енді көрдіңіз ба, делать деньги дегеннен тікелей аударып тұрса, ақша шешу дегенде бар. Ақшаны шешіп алу деген. Ол снятие денег. Банкоматтан ақшаны шешіп алу дегенді тікелей аударып ақша шешіп алдым дейді. Біріншіден енді қазақ ақша жасамайды. Ақша өндіретін, соны завод, фабрика соны өндіретін жерде жасалады ол ақша, банкноттар. Ал ақшаны адам табады. Ақша таптым дейді мәселен. Пұл табу, ақша табу деген қазақтың бұрыннан тілінде бар нәрсе. Ал енді
сол сияқты ақшаны шешіп алмайды, ақшаны алады, банкоматтан басқа жерден алады. Осындай айтуға, қазақша айтудың орнына, ана орыс тілінен тікелей аударудың салдарынан сәтсіз калька тіркестер туындап жатады. Мысалы енді қателер сөздігінде байқағанымыз, біз көбіне қолданатын тіркес бәрі дұрыс па? Иә, осы сөздің дұрыс еместігін көрдік қателер сөзіне. Ал енді баяғыша айтқанда, жастардың барлығының айтатын сөз сенде бәрі дұрыс па? Енді біз қалай қолдануымыз керек бұл сөзді? Бізде енді қазақ ең алдымен сөз анасы сәлем деп амандасудан бастайды ғой. Иә. Осы амандасу, қоштасуға қатысты біздің тілімізде қалыптасқан дәстүрлі амандасу, қоштасу барысында қолданатын сөздерді қолданбай, біз тағы да орыс тілінің осы ықпалынан, әсерінен тікелей аударатын осындай сөздерді тауып алып туындатып жатырмыз. Сол сияқты жаңа сіз айтып отырған сенде бәрі дұрыс па дейді, немесе қалайсыз дейді. Осының бәрі сенде бәрі дұрыс па дегеннің бәрі калька екені өз-өзіне көрініп тұр. Енді қазақ амандасқанда ертеректе әрине малжаның аман ба дейді. Үй ішің аман есен ба, немесе аманшылық па дейтін. Қысқасы осындай тіркестер мән жай сұрасу, қал сұрасудың қоштасуға қатысты тілімізде тұнып тұр. Соларды іріктеп алып, әрине ситуацияға, жаңа қолданып отырған стиль ол ресми стиль ме, ауызекі сөйлеу тілінде сөйлеп отырсаң, аманшылық па, ел жұрт аман ба, мал жаның аман ба деп сұрасақ, ол кез келген қазаққа түсінікті, әрі жатық, және өзіміздің ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан осындай дәстүрлі амандасу үлгіміз бар. Немесе ресми түрде жаңа армысыз, армысыздар деп, мәселе телеарна немесе радио арналардан айтып отырсаңыз, жұртшылықтың, көпшіліктің алдында қолданып жатса осылай айтуға болады. Қысқасы жаңа сіз айтып отырған сізде бәрі дұрыс па, немесе қалайсыз дейтін жастардың, жастар емес, бұны қазір барлық халық кеңірек қолданып келе жатыр, оны кең тарап бара жатыр деуге болады. Өйткені тілге басқа тілдің әсерімен осындай амандасудың, жөн сұрасудың, хал сұрасудың қате үлгісі кең тарап бара жатыр. Сондықтан бұған да мән беруіміз керек. Амандасуымыздан бастап қоштасуымызға дейін біз қалай сөйлеп отырмыз, қалай осының дұрыс па, бұрыс па дегенге әрбір тілдің тұтынушысы, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі де мән берген дұрыс. Өйткені бақта қолданылғаннан кейін ол халыққа кең тарайды, санасына сіңеді, және радио, телевидениеден айтылып жатқан нәрсені көп адам, қарапайым тұтынушы, осы дұрыс нәрсе деп қабылдайды. Шерубай ағай, қателер сөздігіне мағынасы дұрыс қолданылмай жүрген сөздер енді ме? Иә, ондай. Домбырада ойнайды. Жақынын жоғалтса, жуас қой жүндеуге жақсы деген сияқты. Иә, мұндай мысалдар өте көп. Бұның себебі жаңа сөздің мағынасын дұрыс ажыратпаудан, сосын синонимдердің сөз мағынасының арасындағы реңктерді ажырата алмаудан туындайтын қате. Мысалы, ондай жаңа сіз айтып отырған мысалдар бар, сонымен қоса, мәселен, спорт тілінде, спорт комментаторлар жиі қолданатын ақтық бәсеке, ақтық мәре деген сөз бар. Енді қазақта ақтық дегенде, мәселен, ақтық дем, ақтық сөз дейді. Адамның ана дүниеге аттанар алдында, өлер алдында айтатын сөзі соңғы демі, демі таусылып бара жатқанда айтылатын сөзді ақтық сөз, ақтық дем дейді, соңғы демі. Ал енді спортшының жаңа жарыста, немесе олимпиадада, басқа да додада болып жатқан сол жарысы, немесе бәсекесі ол өміріндегі соңғы жарыс, соңғы бәсеке емес қой. Ол сол жарыстың аяқталуы болуы мүмкін. Дәл сол жарыстың, немесе сол салмақтағы жарыстың аяқталуы мүмкін. Бірақ ол өміріндегі соңғы бәсеке болмауы мүмкін. Сол сияқты мәселен қарт шақар дейді. Енді қарт деген адамға қатысты қолданылса орынды. Қарт, қария деген адамның жасына қатысты, жасы үлкен адамға қатысты айтылатын сөз. Ал енді қарт шақар дегеннен гөрі көне шақар десек, біз шақарға, қалаға қатысты ол көне қала, көне шақар деген әлдеқайда дұрыс. Кейде оны енді поэтикалық басқа да бір реңк берем деп осындай қолданып жатады. Ал дұрысы әрине сөзді мағынасына қарай синонимдерді жаңа қарт, кәрі, ескі деген сөздерді орнымен қолдану керек. Сондықтан бұл жерде қарт шақар емес, көне шақар деген орынды. Мысалы, орыс тілінде музыкалық аспапты жақсы меңгерген адамға қатысты играет на гитаре, играет на гармошке, а я играю на гармошке дейтін ән бар ғой. Сол сияқты инструментте
музыкалық аспапта ойнайтын адамға қатысты осылай айтады. Біз де сол орыс тіліндегі қолданысты калька, тікелей аудару, сөзбе-сөз аудару арқылы домбырада ойнайды, гитарада ойнайды дейтін болдық. Ал негізі қазақ енді домбыра шертеді, домбыра тартады деп айту керек. Біз енді домбырада ойнайды деген немесе домбырада ойнайды деген тіркес домбыраның үстінде ойнайды немесе төбеде ойнайды, далада ойнайды деген сияқты адамға әсер қалдырады. Дұрысы енді күй шертеді, домбыра шертеді деп домбыра тартады деп айтқан дұрыс. Бұның бары аударманың әсері. Екіншісі жуас қой жүндеуге жақсы. Бұл жуас қой жүндеуге жақсы деген бұл фразологизм, тұрақты тіркес, тұрақты сөз тіркесі. Біріншіден енді бұл қазақтың тұрмысын білмеуден, өзіміздің ата кәсібімізден алыстап бара жатқан, содан бейхабар ұрпақтың өсіп келе жатқанының бір көрінісі. Әйтпесе қойды жүндемейді, қойды қырқады. Ал түйені жүндейді, түйенің жүндеп алады. Сондықтан осындай мына халықтың тұрмысына, шаруашылығына қатысты осы қолданылатын сөздерді білмеуден, жаңа көшпелі өмірден немесе ауыл шаруашылығының осы қала, әсіресе бұны қала, қазақ қалада өскен жастар осындай қолдану мүмкін. Сондықтан бұны білетін болса, егер жүнделетін тек қана түйе екенін білгенде. Бұны бәрі қолданады қазір. Иә, сол дұрыс емес, орынсыз. Осындай фразологизмдердің орнымен қолданбайтын фразологизмдерді біз алдық. Мысалы үшін құлағыңа алтын сырға деген сияқты. Немесе жаңа дәніккеннен ашыққан жаман деген қате қолданыстар бар. Дәніккеннен құныққан жаман деген сияқты. Осындай мысалдар фразологизмдерді алынды. Сондай-ақ жаңа жанымнан табылу дедіңіз ғой. Жағдай орын алса. Тап деген етістік, ол қазақ тілінде ізде деген етістікпен мағыналас сөз. Оны енді орыс тілінен тікелей аудару барысында тағы да біз өзіміздің қалыптастырған дәстүрлі тіркесті бұзып отырмыз. Қазақ енді жанымнан табылмады, жанымнан табылды емес, жанымда бол, қасымда бол деп айтады. Немесе ұзап кетпе, ұзап кетпеңіз деп айтады. Қасымда бол деген. Бұл тағы да жаңа калька түрінде осы орыс тіліне орынды, орынсыз жиі жүгінетіндігіміздің тағы бір көрінісі. Содан кейін тағы қандай мысалдарымыз бар? Жақынын жоғалту. Жақынын жоғалту деген тіркес бар. Жақынын жоғалту деген адам абайсызда қолындағы кілтін жоғалтып алуы мүмкін, көзілдірігін жоғалтып алуы мүмкін. Қазақ ондайды кілтімді жоғалтып қойдым деп айтуы мүмкін. Бірақ енді жақыны дүниеден озса, оған қатысты мен жақынымнан айырылдым дейді. Анау потерять близких деген орыс тіліндегі тіркесті тікелей аудару арқылы жаңа жоғалту деген сөз тіркес пайда болған. Осының бәрі біз орыс тілінің ықпалына қатты ұшырап жатқандығымыздың бір көрінісі. Аға, ең қызығы біз үнемі қолданатын жаңа жылыңмен тіркесінің сөздер, қателер сөздігінде дұрыс емес екендігін көрдік. Онда біз қолданып жүрген туған күніңмен дегенде дұрыс емес, осы жөнінде ара жігін айырып берсеңіз. Дұрыс айтып отырсыз. Бұл енді жаңа айтып отырған жаңа жылыңмен, туған күніңмен дегенмен бірге мерекеңмен дейміз қазір, с праздником деп. Осының бәрі орыс тілінде ғана с Новым годом, с праздником, с днем рождения дегендердің тікелей калькалап аударудың салдарынан туындаған осының нәтижесі. Енді қазақ бір құтты болсын айтқысы келсе, оған жаңа көмектес септігін орыс тіліндегідей пайдаланбай, туған күнің құтты болсын, жаңа жылың құтты болсын, немесе мереке құтты болсын деп айтады. Енді соңғы кезде бұны біз осыны қатенің, кальканың кең тарап кеткен тұр. Бұны өте жиі қолданады. Көп жағдайда осыны ешкім қате деп есептемейді. Бұл туралы 15 жыл бұрын ба жазылып айтылды. Оны мамандар, басқа да осы қалам ұстаған біздің әріптестер осыған көңіл аудара бастап еді. Кейінгі кезде байқасаңыздар, бұрын мерекелер қарсаңында жаңа наурызыңызбен, мерекеңізбен, жаңа жылыңызбен деп, бір жағында орысша, бір жағында қазақша тұрады ғой бізде әдетте. Солай көп жиі жазылатын еді, ертеректе. Қазір байқасаңыз, біз мемлекеттік мекемелердің, немесе әкімдіктер мен министрліктердің маңдайшаларында, немесе көшедегі билбордтарда байқасаңыз, жаңа жыл құтты болсын, мереке құтты болсын, наурыз құтты болсын деп жазу соңғы кезде қайтадан дәстүрге айнала бастады. Осыны көріп біз енді қуанып жатқан жағдайымыз бар. Өйткені біртіндеп, ақырындап біз қателіктен
осы калькадан арылып өзіміздің дәстүрлі тіркестерімізді қолданысқа қайтадан енгізе бастағанымыздың байқауға болады. Екінші жағынан ауызекі сөйлеу тілінде көп жағдайда осы қысқа нұсқасын, жаңа орыс тіліндегі туған күніңмен үнемі айтылады. Туған күніңмен, жаңа жылыңмен, мерекеңмен дегенде үнемі айтылады. Себебі енді бұның да бір себептері бар. Бұл тек қана калька болғанымен тіл үнемділікті қысқа айтуды ұнатады, жақсы көреді. Сондықтан енді ана туған күнің құтты болсын деп жатқаннан көрі, жаңа туған күнің, тіпті адамның есімін де қысқартып жатамыз ғой. Туған күнің құтты болсын, жаңа жылың, мына қайталап айтып тұрған себебі бар, жаңа өзім бір сөздің қолданысындағы. Туған күнің құтты болсын, жаңа жылың құтты болсын, мерекең құтты болсын деп жатқанның орнына мерекеңмен, туған күніңмен немесе деп осындай қысқа ғана қайырып айта салу үнемділікке айтуға жеңіл болғандықтан орыс тіліндегі нұсқаның калькалануының бір себебі де сол болуы мүмкін. Дегенмен біз енді ақшамда ол жақсы ғой, бірақ тілдік қалыптасқан бір дәстүрлі тіркестер, қалыптасып қойған дұрыс сөйлеудің үлгісі тілімізде бар, соны сақтағанымыз дұрыс. Жақсы. Ағай, рахмет көп-көп. Жақсы, аман сау болайық. Достар, бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Осы шығарылымнан кейін енді туған күніңмен, мерекеңмен, жаңа жылыңызбен деген қолданысты өзіңіздің сөздік қорыңыздан шығарып, туған күніңіз құтты болсын, мереке құтты болсын, жаңа жылыңыз құтты болсын деген тіркестерді қолданады деген үміттеміз. Сау болыңыздар.